Қалайсыңдар достар, бүгін бізде сборка жұмысқа арналған арзан компьютер жинап, соңында ойында тексеретін боламын және кез келген компьютерде қандай ойындар ойнауға болатынын көрсетемін. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз. Ал енді бөлшектерге келсек, ең бірінші бізде процессор Core i3-3220, жиілігі 3.3 ГГц, 2 ядралы поток саны 4, ал бағасы 7000 теңге шамасында тұрады. Және оны суытатын мынандай кулер бұл 500 теңге тұрады. Екінші бөлшек B75M деген аналық тақта 1155 сокет, екінші, үшінші поколение процессорларын орнатуға болады. 8000 теңгеге сатып алдым. Одан кейін жедел жады 4 гигабайттан екеуін алдым. DDR3 әр қайсының бағасы 4000 теңгеден болды. Ары қарай операциондық жүйе мен бағдарламаларды орнатуға 120 гигабайттық SSD бағасы 5000 теңге, ал қалған заттар сақтауға 1 терабайттық қатқыл диск бағасы 8000 теңге. Келесі бізде видеокарта GT 660 7000 теңгеге алдым, бірақ сборка соңында басқа видеокартаға ауыстыратын боламын. Ал осының барлығын қоректендіретін Handkey фирмасының 400 ваттық қорек көзі 3500 теңгеге сатып алдым. Бұл бөлшектерді мынандай 1000 теңгеге сатып алған корпусқа жинаймын. Достар, сборканы бастамас бұрын арнама жазылып қойыңыз, лүпіл басып өз ойымызбен пікір жазып бөлісеміз. Ендеше кеттік. Достар, компьютерді жинап болған кезде менде GTX 550 Ti видеокартасы бар екені есіме түсіп кетті. Бұл видеокарта GT 660-қа қарағанда 2-3 есе мықтырақ болады, ал бағасы ары кетсе 3-4 мың теңгеге қымбат. Сөйтіп видеокартаны ауыстырдым. Сонымен компьютер сәтті қосылды. Windows 10 Lite операциондық жүйесін орнаттым. Неге Lite версиясын орнаттым? Пікірге өз ойыңызды жазып қойыңыз. Қазір сіздерге компьютердің сипаттамасын көрсетемін. Core i3-3220 процессоры, 8 гигабайт жедел жады және GTX 550 Ti видеокартасы. Ары қарай Little Nightmares 2 деген тамаша ойынды орнаттым. Қазір ойнап көретін боламыз. Мына бала түс көріп шошып оянды ма, бірдеңе болды. Ойынның қазақша атауы кішкентай қорқыныш деп аталады. Мен бірінші бөлімін ойнап көргенмін, сондықтан чоп-чом не істеу керек екенін білемін. Ойын 25-30 FPS арасында беріп жатыр. Мен ойынды экраннан жазып жатқандықтан FPS саны бірнешеге аз болады. Егер запись жасамағанда, бәлкім 30-35 FPS-ті тұрақты ұстайтын еді. Ал процессор температурасы 60 градустан асып жатқан жоқ. Видеокарта температурасы 75 градус көрсетіп тұр. Бұл видеокартаның термопастасын ауыстыру қажет деген сөз.
Ема достар, мынау деген шек қарын ба, әлде горилла тышып кеткен ба? Достар, ары қарай комментарий бермеймін, ойынның әр жерінен үзінді көрсетемін. Қазіргі мақсат компьютерді тексеру. Сонымен кез келген компьютерде қандай ойындар ойнауға болады? Ол үшін Technical City деген сайтқа өтеміз, сөйтіп өзіңіздің компьютеріңіздің сипаттамаларын көрсетесіз. Астында жыл бойынша реттеу жасайсыз, сосын сізге сайт бірнеше ойындарды ұсынады. Ал маған осындай ойындар ұсынды, оның ішінде Roblox бар екен. Қазір Roblox жүктеп, тағы да бір ойында тексеріп көреміз.